Сәлеметсіздер ме? 8-ші сынып оқушылары жазықтықтағы тікбұрышты координаталар жүйесі бөлімі бойынша жиынтық бағалаудың жалпы нұсқасын түсіндіретін боламын. Оқушылар қажет болса каналымда бірнеше нұсқалары және осы геометрия пәнінен бөлек физика және алгебра пәндерінің БЖБ және ТЖБ талдау сабақтары бар. Каналға өтіп қажетті сабақтарды қарасаңдар болады. Оқушылар бұл БЖБ-да 4 тапсырма беріледі және жалпы балл саны 14-ке тең. Бірінші тапсырмасы сы нүктесі АБ кесіндісінің ортасы егер сы нүктесінің координатасы -4,5 және А нүктесінің координатасы -6,7 болса, Б нүктесінің координатасын табыңыз. Оқушылар мұндағы сы нүктесі, мұндағы АБ кесіндісінің ортасы болып табылады. Бізге табу керек мұндағы Б нүктесінің координатасын. Ол үшін кесіндінің ортасын табу формуласын қолданамыз. Ол бізде тең болады. Қазір мұнда жазып қояйық. Кесіндінің ортасының координаттарын табу үшін x1-ге қосамыз x2-ні бөлеміз 2-ге. Енді орнына қоятын болсақ, бізде x мінекей -4-ке тең. x1 -6-ға тең. Қосамыз x2-ні. Ол бізде белгісіз. Бөлеміз 2-ге. Енді -4-ке көбейтеміз 2-ні. Мұнда -4-дің астына 1 бар деген сөз. 1-ді көбейтеміз мына өрнекке. Сонда осыдан келіп бізде -8 тең болады -6 қосылған x2-ге. Енді x2-ні табу үшін мұндағы -6-ны +6 деп теңдіктің сол жағына ауыстырамыз. Сонда x2 тең болады екен -2-ге. Яғни -8 қосылған 6 таңбалары әртүрлі. Үлкен саннан кіші санды азайтамыз. Сонда тең болады екен -2-ге. Енді y табамыз. Ол үшін яғни y-ті табу үшін y1 мен y2-ні қосып 2-ге бөлеміз. Y тегіміз 5-ке тең. Ал y1 бізде -7-ке тең. Беске көбейтеміз 2-ні 10 болады. Тең. Мұнда 5-дің астына 1 бар деген сөз. Оны көбейтеміз мына өрнекке. Сонда y2 тең болады екен. Мұндағы -7 +7 болып теңдіктің сол жағына ауысады да 10-ға қосылады. Сонда 17 болады. Сонда бізде Б нүктесінің координатасы -2-де 17 болады екен. Келесі тапсырмасы А тапсырмасында АБ центр О болатын шеңбер диаметрі егер А нүктесінің координатасы 3,7 және Б нүктесінің координатасы 5 және -1 болса, шеңбер центрінің координатасын табыңыз. Ал Б тапсырмасы пункт бойынша, яғни А пункті бойынша шеңбер теңдеуін жазыңыз. А тапсырмасы бойынша мұндағы шеңбердің центрінің координатасын табамыз. Шеңбердің центрі оқушылар мұндағы АБ диаметрінің ортасында орналасады. Енді кесіндінің ортасын табу формуласын қолданамыз. А-ны табу үшін x1 мен x2-ні қосамыз, бөлеміз 2-ге. x1, y1, x2, y2. А нүктесінің координатасы 4-ке тең. Енді Б нүктесін А бізде 4-ке тең. А нүктесінің координатасы емес, А 4-ке тең. Енді y1 бізде 7-ге тең. Қосамыз -1-ді. Бөлеміз 2-ге. Сонда тең болады екен 3-ге. Сонда центрінің координаталары, яғни А және Б бізде 4 және 3 екен. Енді Б тапсырмасы бойынша А пункті бойынша шеңбер теңдеуін жазамыз. Шеңбер теңдеуінің негізгі формуласын жазып қояйық. Мұнда бізде А және Б табылды. Енді бізге табу керек радиусты. Жалпы радиус дегеніміз бізде ОА-ға немесе ОБ-ға тең. Енді ОА-ны есептеу үшін екі нүктенің арақашықтығын табу формуласын қолданамыз.
x2 мінекей бізде мынау о дегеніміз мінекей 4-3, а дегеніміз мінекей мынау x2, y2, x1, y1 деп аламыз. Сонда 3 азайтылған 4 7 азайтылған 3-тің квадраты. Мұнда минус 1 болады, квадраттасақ 1 болады. Мұнда 4 квадраттайтын болсақ 16, қосамыз 17 болады. Сонда радиустың квадраты бізде мұнда былай алсақ болады. Радиустың квадраты ОА-ның квадраты ОБ-ның квадраты тең. Енді орнына қоятын болсақ, x азайтылған 4, y азайтылған 3 тең болады 17-ге. Келесі үшінші тапсырмасы, мұнда мінекей осындай екі шеңбердің теңдеулері берілген екен. Осы теңдеулермен берілген екі шеңберді салып, олардың өзара орналасуларын анықтаңдар. Оқушылар, мінекей мұнда бізде осындай шеңбердің теңдеуі берілген екен. Осы жерден біз центрінің координатасын жазып қояйық. Мұнда біз О1 деп алайық, Оның координатасы 5 және 3 болады. Ал радиусы 4, яғни ол 2-ның квадраты, 2 деп аламыз. Ал мұнда екінші шеңбердің центрдің координатасы 2 және минус 1 болады. Ал радиусы мұнда 9 екен, ол бізде 3-тің квадраты. Енді осыны салатын болсақ, 5-те 3, мінекей 4-тен кейін 5, 5-те 1, 2, 3. Центрі осында орналасқан. Енді радиусы мінекей 2 тең, 1, 2. Мінекей бір шеңбер сызамыз. Екіншісінің 2-де минус 1, центрі 2-де минус 1, мінекей центрі, а радиусы 3-ке тең, 1, 2, 3. Мінекей осылай шеңберді орналастырамыз. Мінекей оқушылар, олардың өзара орналасуын анықтаңдар деген екен. Мінекей олар не істейді? Сырттай жанасады. Мұнда жазып қояйық. Мұнда жазайық, сырттай жанасады. Соңғы тапсырмасы, А нүктесі, Б, С, Д нүктелері табаны АБ және СД болатын тікбұрышты трапецияның төбелері, трапецияның орта сызығы мен ауданын табыңыз. Оқушылар, мінекей А нүктесінің координатасы минус 6-да 3, мінекей минус 6-да 3, Б нүктесінің координатасы 2-де 3, С нүктесінің координатасы 4-де минус 3, ал Д нүктесінің координатасы минус 6-да 3. Мінекей осылай координаталы жазықтыққа нүктелері белгілеп, оларды қосқан кезде тікбұрышты трапеция шығады. Енді мұндағы АВ және СД олар табандары, яғни осы тікбұрышты трапецияның табаны. Оқушылар, мұндағы мінекей А, Б, С, Д нүктелерін координаталы жазықтыққа белгілейміз, және осы нүктелер қосқан кезде бізде шығады тікбұрышты трапеция. Мұндағы АВ және СД осы трапецияның табандары. Бізге табу керек орта сызықты және осы трапецияның ауданын. Орта сызығын табу үшін оқушылар Е нүктесінің және F нүктесінің координатасын табуымыз қажет. Ол үшін кесіндінің ортасын табу формуласын қолдансақ болады, немесе мұндағы мінекей мына нүктелерді алсақ болады. Мінекей Е нүктесінің координатасы минус 6-да 0, ал F нүктесінің координатасы 3-те 0. Енді EF-ті табамыз, ол үшін екі нүктенің арақашықтығын табу формуласын қолданамыз. Сонда ол тең болады екен 9-ға. Енді ауданын табу үшін мұндағы орта сызығы мен биіктікті көбейтеміз. Орта сызығы табылды, мінекей 9-ға тең, ал биіктік бізде BG-ға тең. Енді BG табу үшін оқушылар мұндағы B мен G-дің координатасын қолданып, екі нүктенің арақашықтығын табу формуласын қолданамыз. Сонда бізде BG тең болады екен 6-ға. Енді 9 мен 6-ны көбейтеміз, сонда осы тікбұрышты трапецияның ауданы тең болады екен 54-ке. Орта сызығы 9-ға тең болды, ал ауданы тең болды 54-ке. Оқушылар, түсінбеген сұрақтарым болса, пікірге жазып қалдырсаңдар болады. Каналға жазылып, лайк басып,
жеке өздеріңнің пікірлеріңді қалдыруды ұмытпаңдар. сау болыңдар.